Ассалаумағалейкум жігіттер, қалдарың қалай? Көптен бері каналда видео шықпап еді, жұмыс көбейіп кетті, айып етпеңдер. Жігіттер, сүйінші жаңа көлік сатып алдым, бұл Volkswagen T4. Жалпы осы көлік туралы шығу тарихы. Не үшін Volkswagen T4 бутиктер әлеміне жаңа революция алып келді? Не үшін Volkswagen фанаттары басында бұл көлікті жақтырмады? Volkswagen T4 шыққан кезде бізге не көрсетті? Артықшылықтары, кемшіліктері, барлығы туралы бүгін біз сіздермен әңгімелесеміз. Ендеше каналға тіркеліп, лайк қалдырып, пікір жазып кетіңіздер. Қызық болады жігіттер. Ендеше кеттік. Ал сүйінші жігіттер, мен жаңа көлігім Volkswagen Caravelle T4 шанағында. Байқасаңыздар, көлік ұзын базада, әдейі осындай ұзын іздеп жүріп таңдап алдым. Бізде негіз басында выбор болды, Ford Transit немесе Hyundai Starex деген сияқты 2,5 миллион теңгеге дейін осындай жүк көлігін алу керек болатын. Көптеген форумдарды, интернеттен көліктер туралы мағлұмат іздеп, дәл осы T4 шанағына тоқтадым. Себебі неге десеңіздер, маған бензинді қозғалтқышты көлік қажет болды. Енді бензинге үйреніп қалғанбыз. Сол үшін осындай көлік бізде 2-де 5 литрлі, 5 цилиндрлі қозғалтқыш орнатылған. Негіз зауыттан 110 жылқының күшін береді, бірақ бізде рестайлингтік модельден 115 жылқының күшін беретін орнатылған. Жалпы 2,280,000 теңгеге бұл көлік өзіме қатты ұнайды. Жоғарғы жағында осындай 12-ші трубалардан багажник жасалынған, өте мықты. Бір таңғалғаным, мына көлікке 28 тай мақта сыйып кетті, өткенде мақталып келгенде. Одан кейін не үшін именно T4 таңдадым деген сұраққа жауап. Біз мата, мақта, матрас деген сияқты заттарды алып келумен, сатумен айналысам, сол үшін бізге жүк көлік керек болды. Мынау бірінші Starex'тен қарағанда кішкене іші үлкендеу болады екен. Кішкене тарихқа тоқтала кетейін достар. Volkswagen T4-дің не үшін фанаттары көп, не үшін бұл көлікті барлығы жақсы көреді, мықты деп мақтайды. 1991 жылға дейін жүк тасымалдау әлемінде бұндай көлік болмаған. Volkswagen T4 91 жылы бізге не көрсетті? Ең бірінші жүк таситын көлік комфортты, жақсы жабдықталған, жолда өзін жақсы ұстайтын, сүйегі мықты екендігін көрсетті. Бұндай нәрсе жүк тасымалдау саласында бұрын-соңды осындай бусиктердің ішінде болмаған. Алдындағы T3 пен салыстырғанда, алдындағы T3-те білесіздер, артыңғы жетек пен оппозитті ауамен суытылатын қозғалтқыштар орналастырылған. Олардан бас тарту фанаттар үшін өте ауыр соққы болды. Бірақ ол тек басында ғана болатын, себебі уақыт өте келе Volkswagen T4 өзінің мықты керемет көлік екендігін көрсетіп шықты. Жартылай капотты компоновка, алдыңғы 2 рычагты подвеска. Алдыңғы подвескасы ұзақ уақыт бойы сізге жұмыс істеп беретіндей қылып жасалынады. Рычагтары алдыңғы үлкен подрамник балкаларына бекітіледі. Қорапты да ұстап тұратын, яғни коробканың опорный несі ұстап тұратын осы подрамник болатын. Дәл сол подрамниктің егер түрін көрсеңіз, бұл көліктің не үшін сүйегі мықты екенін 30 жыл болса да елімізде қаншама T4-лар жүр, соның барлығын байқай аласыз. Егер артқы подвескасына келетін болсақ, артыңғы подвеска алдындағы T3-тің подвескасына кішкене қаттырақ ұқсайды. Себебі пружиналар сол сияқты қысқа, рычагтары диагональды, амортизаторлары кішкене қисығырақ орнатылған. Бұның барлығы не үшін істеледі? Бұның барлығы көліктің артқы едені түп-түзу, яғни сізге жүкті тасымалдауға ыңғайлы болу үшін жасалынған. Енді көліктің қозғалтқышына келетін болсам, әртүрлі уақытта 1991 мен 2003 жылдар аралығында бұл көлікке 4 түрлі
бензинді және 3 түрлі дизельді қозғалтқыштар орнатылады. Олар 4-5 цилиндрлі және 6 цилиндрлі бензинділер 1.8, 2 және 2.5. Одан кейін олардың ең басында VR6 деген мотор бар. Volkswagen айдайтындар білетін шығар. Ол 140 жылқының күшін береді. Одан кейін оның екінші түрі автоматпен жабдықталған. Ол 208 жылқының күшін береді. Және де 1.9, 2.4, 2.5 дизельдері бар. Моторлардың барлығы жақсы жігіттер. Мына мотор жаман деген сияқты мен әңгімені естіген жоқпын. Моторлары 400-500 мың километрді спокойно ойланбай жүріп береді. Егер бензинді қозғалтқыш алатын болсаңыз, онда дәл осы 2.5-ке тоқтаңыз. Себебі көп жылдардан бері айтып жүрген ағаларымыз дәл осы айдап жүрген ағаларымыз дәл осы 2.5 қозғалтқышын алады екен. Мынау маскаға неғып тұр деген қызық болып жатқан шығар. Достарым прикол ұстайды, не үшін маска тағып болғасын машинаға деп. Себебі мынау күнде азанда майының уровень тексергенде осы маскаға былай сүртіп алуға болады. Көлік жүргізушілер өздеріңізге де лайфхак ретінде пайдалансаңыз болады. Көлікті сатып алғалы бері не істедім деген сұрақ. 5000 км жүріп тастадық. Бұл көлікті ең бірінші сатып ала салып, мен бүкіл жидкостарын ауыстырып тастадым. Ол мотордың майы, коробканың майы, гурдың майы, бүкіл патрубоктарды, одан кейін антифриз, осының барлығын ауыстырып тастадым. Одан кейін тағы да істеген нәрсем ол жап-жаңа 4 дөңгелек сатып алдым. 15 диаметрлі. Алдында бұл көлікте не тұрған? Mercedes'in титанкілер тұрған. Олардың барлығын сатып жібердім. Мынау цешка дөңгелектерді сатып алдым. Әрқайсысы 21500 теңгеден. Және темір дисктер қойдым Mercedes'in. Себебі жаман жолдармен көп жүреміз, кішкене шыдамдырек болу үшін. Көліктің салонына келетін болсақ, ең бірінші посадка. Осындай биік посадкада отырасыз, джиптің ішінде отырған секілді. Барлығы көрінеді, барлығы ыңғайлы, айналары да өте ыңғайлы. Мынау газель айдайтын жігіттер түсінетін шығар. Жалпы 30 жыл болған машина болса да, білесіздер ғой, немістер 90-шы жылдары көлікті қалай жасаған, материалдардың барлығы қатты әрине, бірақтан болмайтын нәрсеге сырылып қалмайды, қазіргі жаңа машиналар сияқты. Мына жерде печка, алдыңғы, артыңғы 2 печка орнатылған. Спидометрі сол жылдары шыққан Passаттардікіне ұқсайды, Golfтардікіне ұқсайды. Жалпы көліктің ішінде электроника мүлдем жоқ деп айтсам да болады. Дәл осы комплектацияда барлығы қолмен түседі, қолмен көтеріледі. Бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман әрине. Кондиционер жоқ, бірақ кейбір комплектацияларда кондиционер, климат контроль, оның барлығын кездестіруге болады. Жалпы Volkswagen транспортер шыққан кезінде Европадағы бағасы 22200 ба, сонда евродан басталып 117 000 евроға дейін бара деген бағасы. Бұл деген сөз комплектациялардың әр алуандылығымен көліктің қалай жабдықталғанына, соның барлығына байланысты болады екен. Жалпы көлігім енді өзіме ұнайды. Видеоны көргендеріңізге рахмет.